Сәлеметсіздер ме? Алматы көпсалалы колледжінің арнайы пән оқытушысы Жумакова Гүлзат Саматовна. Мен бұл бейнероликте қазіргі кездегі өзекті мәселелердің бірі қашықтан оқытудағы ақпараттық технологиялар құралдары мен интернет ресурстарын өз сабағымда қалай қолданатыным жөнінде мәлімдеймін. Сабақ іс жүргізу және мұрағаттану мамандығының хатшы ісі пәні бойынша жүргізіледі. Үшінші кәсіптік модульдің үшінші бөлімі хатшы жұмыстары және оған қойылатын талаптар деп аталады. Біздің қарастыратын әрекетіміз мекеме басшысының және қызметкерлердің бизнес іс-сапарларын ұйымдастыру. Сабақтың негізгі мақсаты референт хатшыларға болашақ мамандықтарының маңызды қызметтерінің бірі басшының немесе мекеме қызметкерлерінің бизнес іс-сапарларын ұйымдастыруды үйрету. Сабақ барысында студенттермен кері байланыс орнату үшін кеңінен таралған Яндекс, Google және Интернет Эксплорер ақпараттық іздеу порталдарын және WhatsApp әлеуметтік желісін, электрондық почтаны және Zoom оқыту бағдарламасын қолданамын. Осы сабаққа қатысты ақпараттық технологиялық құралдар мен интернет ресурстары бойынша сілтемелер студенттерге алдын ала беріледі. Олар параграф білім платформасына жүктеледі. Электрондық почта мен WhatsApp арқылы да жіберіледі. Себебі әр студенттің мүмкіншілігі әр түрлі. Соны ескеру қажет. Сонымен, осы сабақта біз қашықтан оқыту жүйесіне көшкен кезде электрондық почта арқылы компьютерлерімізге жүктеп алған Асқаров тағы басқа авторлар тобының іс қағаздарын жүргізу негіздері оқу қолданбалы құралын қолданамыз. Интернет арқылы тіркеліп, жұмыс жасап жүрген Актуалис кадровое дело анықтамалық жүйесін қолданамыз. Анықтама арқылы бірден кадр қызметкерлерінің анықтамасы электрондық журналына сілтеме арқылы өтіп, немесе әділет ақпараттық іздеу жүйесі арқылы сабақ тақырыбына қажетті Қазақстан Республикасының еңбек кодексі, салық кодексі заңдарымен және Қазақстан Республикасының іс-сапарға қатысты қаулыларымен танысамыз. Аталған ресурстар арқылы студенттер іс-сапар деген не? Іс-сапар куәлігі, оның қажеттілігі, іс-сапар шығындары. Іс-сапарға жұмсалған шығындарды өтеу. Іс-сапарлар бойынша қандай құжаттар растаушы болып табылады? Тәулік ақы деген не? Іс-сапарға тәулік ақының мөлшері және ол қалай белгіленеді? Қазақстанда жұмыскерлерді қанша жасынан бастап іс-сапарға жіберуге жол беріледі деген сұрақтарға жауап табады. Гүлзат Саматовна, мен сіздің нормативтік құқықтық базаларға жіберген сілтемелеріңізді алдым. Қазір соларды қарастырып шығамын. Ең алдымен нормативтік құқықтық базамен жұмыс дегеніміз не екенін түсінейік. Ол әділет ақпараттық іздеу жүйесімен жұмыс болып табылады. Осы әділет ақпараттық іздеу жүйесімен жұмыста барлық нормативтік құқықтық құжаттар сақталған. Сол құқықтық құжаттарды қалай іздеп табатынымызды қазір көрсетейін. Ол үшін біз мынау іздеу деген жерге әділет заң сілтемесін жазамыз. Мінекей шықты. Осы жерде міне әділет ақпараттық іздеу жүйесіне кіреміз. Мінекей кірдік. Енді мына жерде іздеу деген жерге маған берілген үш заңды жазып іздеп көрейік. Бірінші заң ол бізде еңбек кодексі. Мына жерге еңбек кодексін енгіземіз. Енді іздейік. Мінекей шықты. Мынау еңбек кодексіне қатысты мағлұматтар. Мен өзіме қажет болған жағдайда осы жерден іздеп таба аламын. Мінекей келесі заң ол бізде салық кодексі. Мына жерге салық кодексін енгізейік. Салық кодексі. Енгіздік, енді іздейміз. Мінекей мынау салық кодексіне қажетті мағлұматтар. Мен тағы да өзіме салық кодексі қажет болған жағдайда осы жерден іздеп таба аламын. Студенттердің қарастырылған мәселелер бойынша білімін тексеру үшін
айрын тестілеу бағдарламасы көмегімен әзірленген тест алынады. Үй тапсырмасын тексеріп болғаннан кейін PowerPoint бағдарламасы арқылы әзірленген таныстырылымдар арқылы жаңа тақырыпты түсіндіремін. PowerPoint көмегімен компьютерден іс-сапарды ұйымдастыру үшін дайын шаблондарды қолдану мүмкіндіктерін көрсетемін. Үйге тапсырма параграф білім порталына жүктеледі. Міне Гүлзат Саматовна, осы іс қағаздарын жүргізу негіздері электронды оқулығынан үй тапсырмасына берілген іс-сапарды дайындау туралы тапсырманы осы электронды оқулықтың 151 бетінен орындағалы жатырмын. Порталдан арнайы жүктеп алған болатынмын. Мекеме басшысының немесе қызметкерлердің бизнес сапарларын ұйымдастыру. Осы жаңа лекциялық материалдарды мен пайдалана отырып, толықтай сіз берген сұрақтарға жауап жазып шықтым. Студенттерге баға параграф білім порталдағы журналға қойылады. Сабақ рефлексиялық тапсырмаларды орындаумен аяқталады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Қашықтықтан оқытудың ақпараттық технологиялық құралдары мен интернет ресурстарын әрқашан тиімді пайдаланайық.